Сәлем біздің әлем каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде тығылмаша қараңғыда Нұрай тығылады, мен іздейтін боламын. Ал кеттік. Нұрай бар тығыл. Мен 100-ге 50-ге дейін санаймын. Қараң комнаталарға ғана тығыласың. Достар, бізде тек холл ғана жарық свет жанып тұр, өйткені ояқта асылым жатыр. Асылым қараңғыдан қорқады, сол үшін жарық жағып қойдық. Давай жоқ. Ал кеттік, біз санаудан бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Негізі мен 50-ге дейін санауым керек болған, бірақ мен 60-ға дейін санадым. Давайте. Мен келіп тұр. Аяқта шышаның артында вроде нету. Жағында. Негізі шышаның астына да кіріп кетуге болады, бірақ шышаның астында да жоқ. Терезенің жан жағында жоқ. Мына жерде вроде нет. Мына жерде негізі астында күшті тығылады. Столдың астында жоқ. Мына жерде де жоқ. Мына кускаға кіріп кетуге болады. Нелердің астында жоқ тоже. Сіздер қаяққа тығылды деп ойлайсыздар ғой. Енді кухняны свет жағып болмайды. Столдың астында жоқ, вроде. Перделердің артында жоқ. Аяқта да жоқ. Басқа кухняда отыра алатын жер жоқ. Сол үшін біз детскийге барамыз. Жоқ, детскийден бұрын аяққа көргім келіп тұр. Мына шкафтардың ішіне ол сыйып кетеді. Сол үшін шкафтардың ішін көру керек, бірақ шкафтардың іші куртканың астында жоқ па? Жоқ екен. Жерде қараңғы жерде болмайды, өзі жалғыз. Бірақ вроде фонарик жоқ, фонарик саған жоқ. Жерде жоқ. Қаяққа тығылдым, сонда ғой. Мен маяқты санадым. Маяқта астында жоқ. Мына жерде терезенің алдында көбінесе тығылады. Мына жерде жоқ, сонда ол қаяққа тығылады. Мен бірдеңені сезіптім. Осы жақта тығылған. Шкафта мен аяқта ма деп ойласам. Шүкірді. Че деді? Қазір біз свет жағуға болмайды ғой. Аяқта. Мен бүкіл комнаталарда қарап шықтым ғой, мында жатыр ғой сенсем.